Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 3 сынып, бөлім су тіршілік көзі, тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Оқу мақсаты негізгі және туынды сын есімдерді табу. Бағалау критерийлері: тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде не туралы айтылғанын түсінеді. Сөйлемнен сын есім тауып, олардың түрлерін ажырата алады. Психологиялық қалыптастыру үшін өзіңізге тілегенді басқаларға тілеңіз әдісі арқылы оқушылар бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды көңіл-күй қалыптастырамыз. Серпілген сауалдар әдісі арқылы алдыңғы бөлім жаңа сабақты байланыстыру мақсатында сендерге мынандай сұрақ қойсам деймін. Сын есім дегеніміз не? Сын есім құрамына қарай нешеге бөлінеді? Негізгі сын есім дегеніміз не? Туынды сын есім дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Сұраққа өте жақсы жауап бердіңдер. Жаңа сабақ оқулықпен жұмыс 75-ші бет. Балық қаңқасы әдісі арқылы мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжаймыз. 13-ші жаттығу судың да сұрауы бар. Балалар, осы тақырып бойынша мәтін не туралы болады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, мәтін су туралы. Ендеше оқулықтағы мәтінге барлығымыз қарайық. Менен бірге іштерінен қосылып оқып отырыңдар. Судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірі біліне түсуде. Дүниежүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалады. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халықтан алған әр уақыт есте ұстаған абзал. Балалар, мәтінде не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, мәтінде су туралы айтылған. Мәтін неліктен судың сұрауы бар деп аталған? Жарайсыңдар. Осы мәтіннен сын есімдер бар ма? Тамаша, әрине бар. Ол сөздер сын есімнің қай түріне жатады? Жарайсыңдар балалар, барлықтарында сын есімді таба алдыңдар. Дәптермен жұмыс. Түйінді сәттер әдісі арқылы 14-ші жаттығуға қараймыз. Бұл жерде тиім сөздерді пайдаланып, суды дұрыс пайдалану нұсқаулығын толықтырып жазуыңыз керек. Балалар, өздерің суға байланысты тиім сөздерді білесіңдер ме? Жақсы балалар, өте тамаша тиім сөздерді жақсы біледі екенсіңдер. Тапсырмаға қараймыз. Суды бекер, түнде су алуға, судың бетін ашық, лас су төккен жерді нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазасыңдар. Жарайсыңдар балалар. Сендер дұрыс жазыңдар деп ойлаймын, өздеріңді тексеріп ойыңдар. Суды бекер төкпе, түнде су алуға барма, судың бетін ашық қалдырма, лас су төккен жерді баспа. Келесі 15-ші жаттығу дизайн әдісі арқылы. Суретте берілген бағыттарды жалпақтау, ұзындау, кішірек сөздерін қатыстырып, оларды сипаттайсыңдар. Қолданған сын есімдерді сөз құрамына талдаймыз. Жарайсыңдар балалар, барлықтарының тапсырманы жақсы орындаңдар деп ойлаймын. Ол үшін енді өздеріңді тексеріп ала қойыңдар. Сазан тыранға қарағанда кішірек, шортан сазанға қарағанда ұзынырақ, тыран шортанға қарағанда жалпақтау. Кішірек, ұзынырақ, жалпақтау сөздері сын есім. Сабақты қорытындылай келе, пойыз әдісі арқылы әр вагондағы тапсырмаларды орындайсыңдар. Бірінші вагонда кім шапшаң ойын арқылы берілген сөздерді негізгі және туынды сын есімдер қатарына орналастырасыңдар. Бақытты, жасыл,
күндей, ұзын, өнерлі, жүйрік. Екінші вагонның тапсырмасы ойлан тап ойын арқылы берілген сын есімдерді туынды сын есімдерге айналдыру. Ақ, әдемі, жеңіл, бойшаң. Үшінші вагон тапсырмасы шығармашылық тапсырма. Орын ауысқан сөздерді дұрыс қойып, сөйлеу құрап жазу. Сын есімдерді тауып, олардың негізгі және туынды екенін ажырату. Жарайсыңдар балалар, барлықтарында тапсырманы орындап болыңдар деп ойлаймын. Енді өзімізді тексеріп ала қояйық. Бірінші вагон кім шапшаң ойын арқылы? Сөздердің негізгі сөздері ұзын, жасыл, жүйрік. Туынды сөздер бақытты, күндей, өнерлі. Екінші вагон тапсырмасында ақ, ақшыл, әдемі, әдемірек, жеңіл, жеңілірек, бойшаң, бойшаңырақ. Үшінші вагон тапсырмасы Асанның ағасы әдемі мүсіндер жасайды. Әдепті бала, арлы бала. Тапсырманы өте тамаша орындадыңдар деп ойлаймын, және сын есімдерді таптыңдар деп ойлаймын, және сендерде де осылай шықты деп ойлаймын. Оқу тапсырмасы балаларға 16-шы жаттығу өлеңді көшіп жазасыңдар да сын есімдерді табасыңдар. Сын есімдердің қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтайсыңдар. Кері байланыс SMS хабарлама әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді мұғалімдеріңізге жазып жіберіңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.